23 қаңтар күні Қызыләскер жалпы орта мектебінде мектеп директоры, оқу-тәрбие меңгерушілері, психологтар, ата-аналарының қатысуынсыз 5-6 балаға жиналыс өткізеді. Оған себеп сол балалардың арасындағы төбелес. Күндізгі 1 мен 2-ның арасында өткен жиналыстан кейін Азиз Закир деген оқушының қан қысымы көтеріліп, қасындағы достары мектеп медпунктіне апарады. Ол жерде 1 сағаттай болған оқушыға алғашқы көмек ретінде дәрі таблеткалары беріліп, 2 мұғалім мен достары үйіне апарып салады. Кейін қайта қан қысымы көтеріліп, баланы Шорнақтағы емханаға жедел жәрдем көлігі алып кетеді. Емхана қызметкерлері Кентауға жолдама бергенімен, бос орын болмай Түркістан қалалық балалар емханасына келіп, ата-анасы жатқызады. Баланың ар-намысына тиетін сөздер айтқан мұғалімнің сөзі сол баланы аурухана төсегінен бір-ақ шығарды. Мәселенің мән-жайын толығырақ арнайы репортаждан көріңіздер. Бала дәуленеміз жатыр. 145 минут істейді. Скорый келем дегенше 160 болды. Содан скорый келем барып түсірді. Саламатсың ба? Қалай жағдайың, жақсы ма? Жағдайым қазір жақсы. Қанша күн болды ауруханада жатқаныңа? 3 күн болды. 3 күн болды. Бұл өзі қалай басталды, сенің ауруыңа не себеп болды? Ауруыма себеп болған 5 күн алдыңғы төбелес болды. Бірақ онда ешкім жапа шегіп, қиналған ешкім болған жоқ. Ол кезде апайлардың тергеуімен болды бәрі. Балалар өздерінің араларында кішкене келіспеушілік болды, Иә. Ол қалай шешілді ол келіспеушілік? Келіспеушілікті сол кезде әкіріп шешті. Одан кейін білім завуштар директормен сөйлеп, содан болды. Жиналыс болды ма сонда? Жиналыс болды. Жиналыста төбелескен балалар болдыңдар, Ата-аналарында шақыртқан жоқ. Шақыртқан жоқ. Жиналысты кім жүргізді? Жиналыста сол жерде директор апай, Нұржамал апай, сосын 2 психолог апай, сосын Рита апай болды. Тәрбие завушы болды ма? Тәрбие жөнінде орынбасар? Нұржамал апай болды. Болды, Ал саған қандай сөздер айтылды? Жиналыс басталғанда бірден саған шүйлікті ме? Жиналыс басталғанда мен кіруімен жанымда 2 досым бар, сосын төбелескен 2 бала бар. Кіре салуымен Азиз деген мына бала ағасы түрмеге түскен, аты Нұрсұлтан, ағасы түрмеге түскеннен кейін інісі қайда барады, соның артынан жүреді деп біраз тиісіп. Сосын тағы да бір айтатын мәселе, жиналысқа кірген кезде тек қана мені қысымға алды, тек қана мені сөйледі. Қалғандарға сөйлеген де жоқ, тергеген де жоқ. Тек саған ғана шүйлікті, мұғалімдер? Басты ең бірінші саған қатты сөйлеген мұғалім кім? Рита апай болды. Жаңағы сенің намысыңа тиген, ағаң сотталған деген сияқты әңгіме айтқан. Ол қай ағаң? Ол Рита апай болды. Мені анам ұрды деп айтып жатқан екен. Анам маған қол ұшын тигізбейтін адам, тигізген де жоқ. Жиналыс ата-аналардың қатысуымен болмайды? 2 психолог бар, тәрбие завуч бар ол жерде. Айтқан жоқ, мен ондай болма дедім тек қана. Ондай болып қалма дедім. Мен былай. Алғашында ағасына қатысты сөз болмады деген Рита апай, кейін олай болма дедім деп сөзден тайқып шыға келді. Осыған қатысты оқушылар мен басқа да мұғалімдерден сұхбат алдық. Толығырақ келесі бейне материалдан көре аласыздар.